Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Мен бүгін сендерге қалай блоксрутта көп ақша жинауды үйретем. Оның көп способы бар, сол способтан барлығын айтып шығам. Ал сендер менің алдыңғы видеомда Новый годта қандай обновление болатынын көріп қойдыңдар. Менде мысалы қазір 100 миллион бар. Осы 100 миллионды қалай жинағанымды айтам. И сендерге де қалай тезсіз жинауды үйрететін боламын. Ал бізде бірінші способ ол сундуктарды жинау. Ол енді ең Онша емес способ сундуктан мен жинап жүрдім. Енді іштен шықса сундуктарды жинап та ақша жинап алады. Ол енді бірінші способ. Ал бізде екінші способ осындай NPC-лардан задание аласыңдар, босстарға или басқа да NPC-ларға задание аласыңдар, оларды өлтіріп, содан кейін сендерге ақша береді. Негізі бұл способта жақсы десе Буддамен жүріп осындай задание аласыңдар да босстарды өлтіресіңдер, NPC-ларды өлтіресіңдер, соларды өлтіріп тезсіз ақша жинап алады. Бұл екінші способ. Ал бізде үшінші способ ол морской событияларды орындайсыңдар. Ол деген CIBs, корабли, морской события. Суға андай теңізге барған кезде қандай пиранья, балықтар, акула, террор шарк солар шыққанның барлығын орындайсыңдар, өлтіресіңдер, и сендерге ақша көп береді одан. Сендерге ең бірінші очередь сендер магма фруктын жейсіңдер, осы Тики островқа барасыңдар, үшінші мерді жүрсіңдер, осы Тики островқа келесіңдер, магма фруктын жейсіңдер, и оны полный скиллдарын авейк жасайсыңдар. Осындай авейк полный скиллдарын жасайсыңдар, а то оның версия бірі онша емес магманы сендер версия 2 қылып, содан кейін осы жерге келесіңдер да өздеріңе корабль сатып аласыңдар. Сендер негізі қастарыңа тағы да достарыңды ертіп алсаңдар, негізі көп ақша таба алады. Осындай 5 хантерлерің болса, онда вообще 2 есе көп ақша таба алады. Сосын сендерге тағы да бір плюс ол, если сендерде Game Pass болса, анда 2x money. Сол 2x money сендер сиабистарды өлтірсеңдер, бір сиабисттан сендерге 400 мың, 500 мың сондай береді. А если сендерде 2x money болмаса, онда сендерге 100 мың или 200 мың, ең көбі 250 мыңдай береді. А сендерде осындай Game Pass-та сатып алмайтын болсаңдар, өздерің донат жасай алмайтын болсаңдар, сендерге қатты керек болса, онда сендер мен личкама жазып сатып алсаңдар болады. Мен сендерге өзім сатып алып бере аламын аккаунттарына кіріп. Менде көп отзыв бар, менде 1500 отзыв бар, сенбесеңдер соның бәрін көрсете ал. Ал тағы да басқа да способтарға кеттік. Бұл бізде 4-ші способ. Бізде бұдан да күшті способтар бар. Ал бізде ең мықты способ ол бізде қалай ойлайсыңдар, қандай способ? Әрине ол блоксруттағы читпен фармить етілген способ. Сендер өздеріңе чит тартып аласыңдар, дельта или тағы да басқа читтің нелері бар. Негізі ең дұрысы дельта, ең оңайы барлығы жағынан қатпайтын анау-мынау. Сол дельтаны тартасыңдар и ішіне скрипт қоясыңдар. Azure Hub или Reds Hub сондай скрипттер бар. Или сендер ақша тұратында скрипттер бар, мықты. Соларды сатып алсаңдар болады. А если сендерде скриптпен ақша таба алмайтын болсаңдар, онда заказ берсеңдер болады. Мысалы, мен сендерге аккаунттарына кіріп ақша тауып бере аламын, короче. Сондай сияқты негізі аккаунттарына кіріп ақша жинап бере алатын адамдар бар. Соларға заказ берсеңдер, олар сендерге 500 теңгеге 2 лям, 3 лям жинап бере алады. Солай сендер аккаунттарға жинайсыңдар. А если сендер өздеріңіз істей алатын болсаңдар, онда өздерің сол читті тартасыңдар, кәдімгідей и ішіне скрипт қоясыңдар да, и бір-екі күнге қойып қойсаңдар, өзі сендерге ақша жинап береді. Если сендерде 2x money болмаса, онда точно қиын болады ақша жинау. Осындай 100 лямды жинау үшін сендерге көп уақыт керек болады. Если ол читтің да плюстары бар, если сендер уақыттарын құртқыларың келмесе, осылай читті қосып қойсыңдар, и ол чит сендерге өзі ақша жинап беріп отырады. Кайф способтың бірі. Ал видеоның соңына да жеттік. Мен сендерге қалай ақша табуды үйреттім деп ойлаймын. Ол енді ең мықты способ ол читпен фармить ету. Ол енді читпен фармить етесіңдер ма, или етпейсіңдер ма, өздерің шешесіңдер, ол өздеріңнің шешімдерің. Уақыттарыңды құртқыларың келмесе, онда читпен фармить етесіңдер. А если сендерде уақыт көп болса, қызық, өздерің фармить еткен қызық болса, онда достарын тауып алсыңдар да, сол достарыңмен бірге фармить етесіңдер. А если сендер аккаунт сатып алғыларың келсе, ішінде көп ақшасы бар аккаунт сатып алғыларың келсе, или мықты прокачка аккаунт сатып алғыларың келсе, қандай аккаунт сатып алғыларың келсе де, онда мен телеграмма жазсаңдар болады. Ол телеграмда сендерге любой аккаунт тауып беремін и скидка жасап беремін. И фрукт сатып алсаңдар да болады. Осы блоксрут жайында или Brawl Stars, Play Rush, басқа қандай ойындар бар. Любой ойыннан не алғыларың келсе, соның бәрін алып бере аламын и сата аламын.